Армысыздар, Ақылия бағдарламасының тұрақты көрермендері. Біз бүгін Жамбыл Омарұлында қонақтамыз. Сіздер осы қазақ тарихын білгірі белгілі этнограф және қазір кездегі осы қазақ тарихының әсіресе 18-19 одан арғы тарихтардың белгілі маманы Жамбылға қонақ келіп отырмыз. Рахмет. Жамбылға рахмет бүгін сұхбат беріп рұқсатыңызға. Енді әуелі біз тақырыбымызды бүгін былай қойсақ деп отырмыз. Қазіргі кезде мына жаһандану дәуірінде ұлттар өзінің бір тамырын іздеп жатыр, өздерінің рух іздеп жатыр. Енді біз осы қазақ тарихының бір ұлы бір парақтарына айналған Алтын Орда тарихына арнасақ деп отырмыз. Енді әуелі сөздің әлқисасын былай бастасақ, осы Алтын Орда тарихы қалай құрылды, алғашқы алғышарттар қалай болды? Осындай бір бастамамен жүргендеріңе үлкен рахмат. Қазақ тарихын елге таныстыру ол үлкен бір абыройлы міндет. Біздің қазақ тарихы бір ғылыми тарих бар, сосын бір көпшілік қолды тарих бар. Содан кейін бір өтірік бір қисынсыз тарихта пайда болып келе жатыр. Біздің өзіміз оқырманымызды, көрерменімізді жаңа өтірік тарихтан арашалауымыз керек. Сондықтан да сіздердің ғылыми ортамен көбірек байланысқандарыңыз, ғалымдарға сөзді көбірек бергендеріңіз өте дұрыс. Ғылым таза ғылыми деректердің негізінде жасалады. Соның ішінде ауызша және жазбаша деректер деп айтамыз біз. Деректерді екіге бөліп. Басқа да деректер бар ғой, соны шартты түрде екіге бөлеміз. Жазбаша деректер бұл архив деректері, нарративті деректер, қолжазбалар деген сияқты. Екінші дерек бұл ауызша дерек. Ауызша дерек біздің аңыздарымыз, фольклорлық мұрамыз. Бұл деректің атасы шын айтқанда ауызша дерек. Бірақ оны қауызынан ашып, дәнін пайдалану, бұл да бір үлкен бір әдістемені қажет етеді, ғылыми деңгейді қажет етеді. Оның барлығын сол қалпында сала салмайсың. Мәселен, өзің айтып отырған Алтын Орданың үлкен бір қаһарманының бірі Едіге би. Едіге би, батыр да дейді, би да дейді. Соның тарихы қалай басталады? Едіге жырын алып қарасаң. Едігенің атасы Бабатүкті шашта іздет дейді. Сол Қаратаудың баурайында Созақ деген жерде тұрушы еді, сол Бабатүкті шашта іздейді. Бір күні дәрет алайын деп бір қарасу бар сол жерде, бұлақ. Соған барса, перінің үш қызы аспаннан түсіп, аққу болып келіп, жаңа жерде адам киімін киіп, жаңа суға түсіп жатыр екен дейді, шүпірлеп. Соның біреуі Бабатүкті шашқазды қарады дағы құлап түсті дейді. Содан екеуі көтеріп алып, аспанға қайтадан ұшып кетті дейді. Сосын перінің патшасына барып айтса, ол адамның патшасы еді. Мына қызды қайтадан апарып беріңдер деп айтты дейді. Содан Едіге туып еді дейді. Енді қарап отырсаң, мифтік әңгіме, Едіге шынайы тарихи қаһарман. Неге ана мифтік әңгіме айтылып отыр? Ол да тек айтылып отырған жоқ ол жерде. Дәл сондай оқиға болмаған шығар. Бірақ ана Едігенің статусын жоғарылату керек болды. Ол Алтын Орданың соңғы кезеңінде билік жасады. Алтын Орданың Ноғай Ордасын бөліп мемлекет құрды. Сол кезде бір жеке бір билеуші әулеттің негізін қалыптастырды деген сияқты. Ал енді негізін қалыптастыру үшін оған сакральды сондай тарих керек болады да. Сакральды генеалогия керек болады, насапнама. Мен сол үшін қосылып отыр. Яғни ол аңыздың, жаңа мифтік аңыздың өзінің бір функционалдық қызметі бар. Жаңа ауызша деректерді талдаған уақытында осы мәселелерді ескеріп отыру керек. Жоқ, мынаның бәрі өтірік екен, миф, перінің қызы болмайды деп сызып тастай салу оп-оңай. Ал неге жаңа жыршылардың жаңа қосып отырған аңызды Бабатүкті шашта іздеген? Бұл бізге ол тарихи үлкен дерек есебінде қызмет етеді егер анықтасақ. Алтын Орда деген империялық құрылым жошылысының негізінде пайда болды. Енді Шыңғыс хан қайтыс боларының алдында өзінің үлкен 4 ұлына өзі бағындырған жердің барлығын бөліп берген өздерің білесіңдер. Соның ішінде үлкен ұлы Жошыға мына Дәшті Қыпшақ аталатын үлкен далалық аймақ, қазіргі Қазақстан жері, Қазақстанмен қанаттас, Еділ бойы, Сібір, Хорезм бір жағы. Міне осы аймақ Жошының иелігіне кірді. Енді Хорезм бір жағынан қарағанда Әмудария мен Сырдарияның аралға құятын тұсы ғой. Дегенмен де осы жерде сенің атыңа жем болсын деп
Жошыға берген екен дейді. Тамаша. Біз Хорезм өркениетімен тығыз байланыстымыз. Егер де сендер болашақта Алашорда тарихын қараймын десеңдер, Алтын Орда тарихын қараймын десеңдер, міндетті түрде біз Хорезм факторын есептеп отыруымыз керек. Жалпы жалғыз ғана Хорезм емес, соның ішінде Мауреннахр өлкесін қазақ жиделі байсын дейді. Жиделі байсын жер дейді. Бұл жерден де Шағатайға берді. Бұхар, Самарқанд бар, енді отырықшы өлкені. Дегенмен ол жерге біздің тарихымыз тығыз байланысты. Енді Жошының алғашқы ту тіккен жер Ұлытау болды. Жошы сатылатын үлкен мемлекеттің, ұлыс деген мемлекет деген сөз ғой, алғашқы орталығы сол Ұлытау болды, өзіміздің жеріміздегі Ұлытау. Ұлытау Жошыға дейін-ақ қасиетті болған жер. Сонау Алашахан заманы деп аталатын бір шартты заман бар бізде. Мен мына Қазақ шежіресі атты кітабымда Алашахан мәселесіне қатты көңіл бөлдім. Содан кейін мына Кочевники Евразии в калейдоскопе веков и тысячелетий биылдан бастап 4 томдық болып шығып жатыр. Мына кітап Санкт-Петербургта бірінші рет шыққан, қазір Мәскеуде шығып жатыр. Осы кітаптарда Алашахан идеясына аса көңіл бөлдім. Алашахан идеясы деген бұл алғашқы жылқышылық дәуір. Енді археологиялық тілмен айтсақ, бұл енеолит дәуір деп аталатын дәуір. Біздің эрамызға дейінгі 4-ші мыңжылдық. Содан бері, мүмкін одан да әрі тарихы бар Ұлытаудың. Алашаханның ескерткішін ана жерде қазақ хандығы құрылған дәуірде салды Ұлытауға. Неге салды? Ана көне хандар мен көне саяси орталықпен байланысымыз бар деген соның бір ишара ғой жаңа жерде. Сондай дүние жасады. Жошыл сол жерге орын тепті. Ағорда сол жерде болды Жошының. Кейін келіп енді Жошы қайтыс болғаннан кейін Жошыдан 17 бала қалған екен дейді. Соларды Шыңғысхан шақырады. Енді Жошының орнына біреуін қою керек қой енді, ұлыстың басшысы қылып. Сонда 17 жыл барған уақытында жасы үлкені негізінен Ордайжен еді дейді. Екіншісі Жошы еді дейді. Сонда Шыңғысхан осы 3 жылын таңдайын осы Жошының деп 3 кигіз үй қойды дейді. Біреу алтын босағалы Ағорда, біреу күміс босағалы Көгорда, біреу болат босағалы Бозорда. Осы 3 жылға таңдап қойыңыз, қайсы күштісіне Жошының орнына қайсы отырады, соғаннан алтын босағаны берейін, одан кейінгісіне күміс босағаны берейін, одан кейінгісіне жаңа болат босағаны берейін дейді ғой енді. Атасы ғой енді үшеуінің Жошы балаларының. Сөйтіп кеп Шыңғысханның алдына барған уақытында Жошы мен Ордайжен бір-бірімен сөзге келіп қалды дейді. Енді Өтеміс қажы деген тарихшы Шыңғыснама деген кітапта осыны әдемі суреттейді. Ордайжен айтты дейді Шыңғысқа, ата, әкемнің орнына мына Бату болсын, Бату хан болсын деп айтты дейді. Бату айтты дейді, жоқ, сенің жасың үлкен. Ордайжен болсын. Жасың үлкен болғаннан кейін ұлың үлкен. Ордайжен болсын деп айтты дейді. Сонда Ордайжен айтты дейді атасына, біз мына әкеміздің тірі күнінде әкеміз мына Батуды еркелеткен себепті біз де еркелетуші едік. Бұның айтқанына мен көнем. Көнем. Ал бұл менің айтқаныма көнбей қоюы мүмкін. Егер де мені әкемнің орнына патша сайласаңыз, менің айтқаныма мына Бату көнбей қойып, содан екі ортада жанжал болуы мүмкін. Ал мен бұның айтқанына көнем деп айтты дейді. Ендеше солай болса, олай болсын деп Батуға алтын босағалы Ағорданы берді дейді. Ордайженге күміс босағалы Көгорданы берді дейді. Шайбанға 3-ші ұлына болат босағалы Бозорданы берді дейді. Бірақ Бату айтты дейді Ордайженге, сен мына әкеміздің Ағордасында сен қал. Мен жаңа жұрт іздейін. Жаңа жұртқа ту көтерейін деп 1234 жылы ана 7 жылдық соғыс жорықпен батысқа қарай кетті. Славян князьдықтарын қаратты, Еуропаның ортасына дейін барды. Сөйтіп барып қайта айналып келген уақытында 7 жылдық соғыс жорық біткен уақытында қазір Еділ бойына барып туын тікті дағы. Содан Жошы ұлысы болып қайтадан құрылды. Сол Жошы ұлысының батыс қанатын біз Алтын Орда деп атаймыз. Бәркелді. Және сіз енді айтып отырсыз, қазақтың жоқ Алтын Орда негізгі Ұлытау қазақ жерінде. Бірақ қазіргі кезде мына
Ресей үкіметі басшысының өзі де сөйледі бір жарым жыл бұрын, Алтын Орданың заңды мұрагері Ресей империясы деп айтып отыр. Бұл қаншалықты рас, және бұның қандай негізге сүйеніп айтып отыр? Біз қанша айтсақ та Алтын Орда империясының құрамында түркі тайпалар болған білеміз. Енді Алтын Орда үлкен ұлық империя болғандықтан, оның қарамағына ондаған, жүздеген этникалық топтар кірді, тайпалар, этностар кірді. Сондықтан да Алтын Орданың мұрагерімін деп көп халық айтылады қазіргі уақытта, көп мемлекет айтылады. Соның ішінде Ресейді айтылады, себебі Ресей Алтын Орданың құрамында болды. Мәскеу хандығы деген хандық Алтын Орданың құрамында болды дағы, Алтын Орда ыдыраған уақытта бөлініп шықты. Бірақ тіпті сол ыдырағаннан кейін де бұлар Ливан дейміз ғой, енді 16 ғасырдың ортасы. Соған дейін алым салықтарын төлеп, жаңа жерде ордадан келгендерді аса бір үлкен құрметпен қарсы алып, сөйтіп отырды. Тіпті жаңа Иван Қаһарлының өзінің шеше жағынан ана Глинская ғой. Бұлар ана атақты татар сұлтандарының бірінен тарайды жаңа Глинская. Глинская деген қаланы сол елшілікке еншіге алғандағы содан Литов жерінен. Литва деген ол кезде олды Алтын Орданың одақтасы болды өзі бір жағынан. Великое Литовское княжество дейді, ұлы Литва княждығы, Речь Посполита дейді. Осылардың барлықтары Алтын Орданың қарамағында, бақылауында болған қанаттас елдер ғой. Сондықтан да мына Қаһарлы Иванның өзі орыс патшалығына тағына отырған уақытында сол Алтын Орданың боданы есебінде отырды. Алтын Орданың да Алтын Ордалық нағашыларына сүйеніп отырды, шын айтқанда. Артында. Сондықтан да оларды сендер Алтын Ордаға қатысың жоқ деп біз шығарып тастай алмаймыз. Ал енді Алтын Орданың нақты өзінің негізгі контингенті, жаңағы ноғайлатылатын Алтын Орда кәдімгі алтын қылышы, алтасы, бұл біздің аларымыз. Алтын Орданы құрған, Алтын Орданы ұстап тұрған, кезінде ноғайлатылып, жаңағы алтын үшін күрескен елдің тұқымымыз біз. Ноғайлы деген супер этникалық қауым. Супер этнос бұл. Бұған қазіргі түрік тілдес елдердің көпшілігі сол Ноғайлының ішінде болды. Ноғайлының ауыр жұрт дейді. Ноғайлының ауыр жұрт дегені империя дегенді білдіреді, ауыр жұрт. Сондай. Бұл ана Едіге жырында жақсы айтылады, Ноғайлының ауыр жұрт мәселесі. Сол Алтын Орданың енді біз ноғайлатанып келген себебіміз Бату заманында, Берке заманында Ноғай деген сол Шыңғыс тұқымынан бір азамат болды. Сол азамат Алтын Орданың батыс жағына жауап берді. Батыс саясатына жауап берді. Және Хулагу мен Хулагу империясы арасындағы қарым-қатынастарға да сол Ноғайдың қарым-қатынасы болды. Сондықтан да біздің аталарымыз көбінесе сол Ноғайға қызмет жасадылар. Енді жауынгер ұлыстар ғой, бізді аталарымызды жақсы пайдаланған. Батыс шекараны ұстап тұрдық, үлкен сауданы жүргізіп отырдық сол жердегі. Кейін келіп Ноғай өлді, Алтын Орданың ішінде өз Тоқтайдың қолынан өлді ғой. Таластар тыс басталған уақытында біздің аталарымыз көпшілігі шегініп Ұлы далаға қайтып келді. Қазіргі Қазақ даласына. Біраз бөлігі сол жақта қалды. Сондықтан да жаңағы Алтын Орда мұрасына кім ие дегенде енді нөмірлеп айту қиын болар, бірақ біздің елігіміз өзгеден аз бола қоймас. Енді бұл Алтын Орданың Ресей империясының мұрагері деп саланың өзінде бір суық көзқарас бар. Қазақ елі Октябрь революциясына дейін халық болмады. Жаңағы сасып шіріп жүрген жерінен ұстап алып адам қылдық деген бір тарихи көзқарас болды Совет одағында. Бұл тіпті осының салқында, ресейлік ақпараттық салқында қалай білесіз? Бұл қолдан жасалған идеологиялық штамптар. Бұны кез келген империя өзінің қарамағындағы елдер үшін осындай штамптарды жасайды, осындай бейнелерді жасайды. Өйткені енді империяны басқарып отыру үшін империяның ішінде бір саты болады. Этностарды бір сатыға қояды. Біреуіне кішкене көбірек мүмкіндік береді, біреуіне азырақ мүмкіндік береді деген сияқты. СССР империясын қарап отырсаңыз да, мысалы бір этносқа одақтық республика, одақтас республика статусын береді. Біреуіне жоқ, автономиялық республика статусын береді. Біреуіне бір ұлттық бір аудан статусын береді, дағы белгілі бір дәрежеде сатылап қояды.
Сондықтан да екінші бір мәселе мына өз қарамағындағы елдерге, бағынышты елдерге бір ат таңады. Бізге мысалы қырғыздар деп ат таңып жіберді. Сол 18 ғасырдың ортасынан бастап, Тевкелев заманынан бастап біз осы атты алып кеттік. Ең бірінші қырғыз қайсақ деді, қырғыз қазақ деді. Сөйтіп әдейі жасалады. Өзіңнің қарамағындағы өзіңе бағынышты елдерді сол төменшік ұстаудың бір енді көрінісі. Орыстарда туземные народы дейді, туземный деген сол енді инородцы дейді. Инородцы деген сөздің өзінің астарында өте жаман мағына тұр. Мен орыс тілін өте жақсы білемін. Кітаптардың көпшілігі орыс тілінде жазылған. Инородцы деген сөздің и қосылған уақытында халық емес деген мағынаны білдіреді. Инородцы. Сондықтан да сондай атауларды тағады. Енді бұны біздің аталарымыз да кезінде бастан кешірген, шын айтқанда біздің аталарымыз да өзге халықтардың барлығын өз атымен атай бермейді. Бәріне де бір қосымша ат пайдаланады, қарап отырсаң. Ол енді империялық халықтардың бәріне де тән нәрсе. Ал енді жаңағы бізді сондай жағдайда, нашар жағдайдан көтердік деген, ол енді таза өтірікке негізделген идеология. Біз мемлекетіміз бар. Мемлекет түгіл бірнеше империя құрған еліміз. Сонау көне Шумер заманынан басталып, жаңа Алашахан заманы деп отырмын ғой, Энеолит заманынан бастап Алтын Ордаға дейін біздің жерімізде бірнеше үлкен империялық бірлестіктер құрылды. Біз солардың мұрагеріміз. Сосын бізде мемлекеттік сана өте күшті деңгейде, әлі де Құдайға шүкір жаман емес. Енді тіпті өзген алмағанда 20 ғасырдың басында біз енді Алашорда болып құрылуымыздың өзі де, мемлекет құруымыздың өзі қазақтыма жаңа заманға бейімдеп кеткен ұлы тұлғалардың қазақ ортасынан тууы, тіптен Абай сияқты ұлы титандардың қазақ жерден тууы, ол негізсіз емес. Бәр шаруаның негізі болады да. Бұқар жырау айтады ғой, жақсыдан жаман туса да, жаманнан жақсы туса да, тартпай қоймас негізге дейді. Ат аунаған жерде түк қалады дейді. Егерде негіз болмаса, сен түкті жасай алмайсың. Қазір күні бір мемлекеттігін алып жүрген елдер бар, сол мемлекеттігіне ие болмай, қайта-қайта революция жасап, қайта-қайта төңкеріп тастап, жаңағы жерде сөйтіп жүреді. Өйткені мемлекеттік дәстүр жоқ. Осындай. Енді оларды бір соңғы бір сұрақтың бірі, енді бұл Алтын Ордаға қатысы бар, қазір енді қоғамда бір көтеріп жүрген мәселелердің бірі. Білесіз, қазақтың белгілі жазушысы Мұхтар Мағауин Шыңғыс хан атты 4 томдық кітабын жазды. Енді біз Шыңғыс ханды қазақ деп айтқан моңғол емес, Шыңғыс хан түркі халқының төрі. Егер де біз Шыңғыс ханды біздің бабамыз деп мойындайтын болсақ, күллі қазақтың рухы көтеріледі, және пассионарлығы көтеріледі. Елдік мұратымыз, рухымыз қайтып оралады деген түсінік бар. Бірақ шын тарихи ғалым ретінде қандай пікір білдіресіз бар? Шынымен де біз Шыңғыс ханды әкеле аламыз ба? Қазақтық туысқа тарта аламыз ба тамырға? Көшпелер деп қарағаныңыз дұрыс па? Шыңғыс хан жалпы адамзат тарихының ұлы тұлғасы. Енді Мұхаммед пайғамбар қандай болса, мысалы мұсылман елдер үшін, жалпы орталық Азия үшін Шыңғыс хан тұлғасы өте үлкен өрелі тұлға. Сондықтан да Шыңғыс ханға біздің жабысуымыздың өзінде де осындай себептері бар. Бірақ енді Шыңғыс хан қазақ деп айта алмаймын, өйткені қазақ хандығы мемлекет есебінде 15 ғасырдың сол 30 жылдары құрыла бастады. Сондықтан да Шыңғыс хан қазақ деп, қазақ этнос атауы есебінде сол кезде пайда болды. Оған дейін қазақ атауы әлеуметтік термин есебінде қолданылып жүрген. Қазақ деген еркін, даланың жауынгер азаматы деген ұғым оған дейін де болды. Бұл сөзді мен этимологиясын жасадым. Қазақ атауының қаз деген сөз ежелгі замандардан бері, біздің эрамызға дейінгі 3-2 мыңжылдықтарда парламент ұғымында қолданылған. Халықтың батырларының, ел бастаған азаматтардың бір жиын есебінде. Бұқар жырау Абылайға айтады ғой, әй Абылай, Абылай, ашуланба Абылай, ашулансаң көрермін, көтеріп қазға салармын дейді. Қазға салармын. Көтеріп қазға салармын деген сөз, мен сені жиынға салам. Батырлардың жиынына, сол жиын сенің бағаңды береді деген сөз ғой. Болмаса мына Қаздауысты Қазбекті білесіңдер 18 ғасырда. Қаздауысты деген сол үлкен халықтық жиындарда сөйлейтін, соған меңгеріп кететін сол жиындарды
сондай би деген сөз ғой енді, сол қаз дауысты деген, қазды басқаратын. Соның мысалы енді қалай қазақ сенаттың төрағасы дейміз ба, енді сондай деңгейдегі адам деген сөз. Білдіңіздер ме? Қазақ. Иә, сонымен қазақта шыққан, өз жиынына бағынатын, өзінің батырларының айтқанымен жүретін сондай ел деген ұғым. Екінші жағынан сақ деген, бұл енді біздің де ата бабамыз, біздің эрамызға дейінгі бірінші мыңжылдық бұл сақ дәуірі деп аталатын дәуір. Үлкен өркениет құрдық, сақ дәуірінде керемет өркениет құрдық осы жерде. Қазір мына сақ дәуірінің қорғандарын кез келгенін шығып қарасаң, ең болмағанда бір алтын бір моншақ табылады жаңа жерде. Біздің археологтарымыз енді оны пайдаланып жатыр, енді жақсылап тұрып, мемлекетке де имиджге жақсы. Бірақ сақ дәуірін әлі біз жете зерттеп жатқан жоқпыз. Мысалы сақтың бір бұтағына саха, якут халық қашан кетті? Бөлді. Иә, бізден қашан бөлініп кетті? Байкал арқылы кеткені білеміз. Мен ойлаймын, сол ерте дәуірде ғұндарға дейін кетті. Одан кейін ғұн кезеңі деген кезең. Ол қандай кезең? Ғұндар алғашқы бетте аталар осы жерде болған. Содан барып ана арилердің үлкен бір әлгі ари мен тур арасындағы бір бәсекелестік болды. Алтын кен орындарына, мыс кен орындарына таласу кезеңі болды біздің эрамызға дейін. Сонда кетіп барып ана жаққа қарай, шығысқа, кәдімгі шығыс Түркістанға. Кейін қайтып келген ғой. Кейін қайтып келген, ғұн болып қайтып келді. Сондықтан да бір-бірінен бөтен халықтар емес. Мен осындай үлкен сұрақтар бар. Қазір ақырындап осы мәселелермен айналысып жатырмын. Мынау «Кочевники Евразии» деген кітап осы мәселелердің жауап беруге арналған кітап. Мына қазақ шежіресі кітабында да бірсыпыра дүниелерді жазып жатырмын. Ана жерде мына Сәтбаев ағамыздың «Доисторические памятники в Жезқазганском районе» деген кітабы тұр. Кішкентай бір мақаласына тәпсір жасадым. Содан 200 бірдеме бет кітап шықты. Мұнда да сол Алашахан дәуірі, сол көне дәуір жақсы жазылған. Өйткені Қанекең Ұлытауда жүрген кезде жаңа ескерткіштердің барлығын өзімше зерттеп, суреттерін салып, аңыздарын жазып қалдырған екен де, қысқа-қысқа. Сондықтан мен алдымдағы жаңа мақаланы, 5-6 беттік мақаланы тарқатып, Алашахан кім, Жошы хан кім, осындай үлкен бір жақсы кітап шықты. Ұйымдастырған жігіттерге үлкен рахметімді айтқым келеді. Мұнда біздің тарихымыз бар, сондықтан да Шыңғыс ханда бұл біздің ұлы даланы билеген қаһармандардың тізбегіндегі бір тұлға. Оның алдында Оғыз хан деген ханымыз болды. Оғыз қаған дейміз жаңа жерде. Ол енді бүкіл Еуразияны биледі, қаншама алпауыт жаулап алу соғыстарын жасады. Біз Оғыз қағанның кітабын кәдімгі әрбір тарихшы өзінің мынау жұмыс столында ұстауымыз керек. Оғыз қағанның әңгімесін, Оғыз қағанды пайғамбар дәрежесінде сыйлаған исламға дейін. Әбілғазы Баһадүр хан деген Хиуаны билеген, өзі шешесі қазақ сұлтандарының қызы, ғажап бір тарихшы болған. Түрік шежіресін жазды, түркмен шежіресін жазды, керемет еңбек. Біздің Әбілғазыны біздің шәкәрім де пайдаланды, Машһүр да пайдаланды. Бір-біріне үзілмей келе жатқан тарихнамалық дәстүр ғой бұл деген. Бөліп тастауға болмайды жаңа жерде. Сол Әбілғазы Баһадүр хан айтады: мен 18 байлам кітап ұстап отырмын дейді қолыма дейді. Оның бастақтың енді түрік халықтарының аталарымыздың шежіресін өзбектің қарияларынан жазып алып едім дейді. Соған қарағанда дейді, Оғыз қағанның өмір сүрген уақыты біздің пайғамбарымызға дейінгі 3400 жыл дейді. 3400 жыл деген енді біздің пайғамбарымыздың 600 жылын алып тастасаң, сонда біздің эрамызға дейінгі 2800 жыл Оғыз қағанның өмір сүрген уақыты. 2800 жыл деген біздің эрамызға дейін. Бұл қола дәуірінің жаңа басталып келе жатқан кезеңі де. Міне қола дәуірінде өмір сүрген ұлы падишах, ұлы билеуші Оғыз қаған. Бүкіл аңыздар осы қазақ даласында ауызша айтылып жүр. Оғыздан бастап тұрып. Сондықтан оны қазір үлкен түркмен иеленгісі келеді, ғағауыз иеленгісі келеді, Әзербайжан, Түркия. Негізінен түпкі шыққан жері Оғыз қағанның. Мына біздің ұлы Сахара, осы қазақ жері. Оғыз қағанның заманында біздің аталарымызды көшіп жүретін жері Ұлытау болып еді, Кішітау болып еді деп Әбілғазы Баһадүр хан жазады. Ұлытауды Ертағы деуші еді, Кішітауды Кертағы деуші еді. Осы тауларда біз жайлаушы едік. Ал енді қысқы қонысымыз Сайрам болатын, Борсық құмы болатын деп, біздің оңтүстігіміздегі Сырдың бойындағы жерлерді айтады. Сондықтан да
Оғыз қағаннан бастайық. Оның алдында шартты тұлға ғой енді Алаша хан деген, ол жылқышылық дәуірді көрсететін. Алаша хан тұлғасын біздің аталарымыз тұлға қылғаннан кейін, Алаша хан дәуірі деген дәуірде бізді Алаша ханды көкке көтеруіміз керек. Бұл жалпы қазақты консолидацияға, басын бірігуге алып келетін, бір жүйе беретін үлкен тұлға. Енді осы сияқты ұлы тұлғалар бар, сол Шыңғысханды мен солардың қатарынан көремін. Рашид ад-Диннің Жамиат Тауарих деген атақты кітабы бар. Мен өзімнің сүйікті кітабым, парсы тілінде жазылған. Рашид ад-Дин Хулагидтердің империясында бас министр қызметін атқарған адам. Министр. Енді бас аталық деп айтуға да болады. Ханның балаларына тәрбие береді. Және қаржы реформаларын жүргізген өте сауатты адам. Содан Хулагид хандары айтады ғой, біз мына қаншама жыл Иранға келдік, ақырындап Иран болып барамыз, парсы болып барамыз, өз тілімізді, дәстүрімізді ұмытып барамыз. Сен, Рашид ад-Дин, енді алдағы осы біздің тарихымызды жаз деп. Енді ол премьер-министр болғаннан кейін оның қолында қаражатты, мүмкіндікті көп. Содан бірнеше тарихшыны жинайды, содан патшалатып қазақ даласынан мықты шежіреші қарияларды келтіреді. Енді олардың жағдайын жасап енді. Мен сияқты бір шежіре білетін ақсақалдар болған ғой. Соларды алып келеді, сол жағдайын жасап, кең сарайдың іші жаңа жерде. Ал жазыңыздар, ал айтыңыздар деп жаңа жерде жаңағы Рашид ад-Дин кітабын жазып шығарған. Сонда Рашид ад-Дин былай деп бастайды. Моңғол халқы деген бұл түрік халықтарының бір бұтағы дейді. Түрік бәйтерегінің бір бұтағы дейді. Сондықтан да біз мына моңғол халқына да өзіміздің ішімізден шыққан бір бұтақ есебінде қарауымыз керек. Ал енді Шыңғысханды бер, Шыңғысхан біздікі деп, оны айғайлауға біздің ешқандай хақымыз жоқ. Біз үлкен халық болғаннан кейін, үлкен ордаға ие болып отырғаннан кейін, ұлы даланың орталығына ие болып отырғаннан кейін, біз бәріне де бауырмалдық көрсетуіміз керек та. Сен моңғолсың, сен бізге керегің жоқ деп. Моңғол тілі мен қазақ тілінің арасында өте үлкен ұқсастықтар бар. Егер де біздің тілімізде мына арабтық, парсылық сөздерді алып тастасаң, ал моңғол тілінің ішінен жаңағы тибеттік, ламаистік, буддизмге келген сөздерді алып тастасаң, бір-ақ тіл болып қалады. Аса бір үлкен қиын емес. Мен өзім қалмақтарға барып, бір жұмадай сонда конференцияда болдым, өздері лекция оқытты, араластық. Бір жұманың ішінде мен ақырындап солардың тілін түсінуге жетіп қалдым. Аса қиын емес. Біздің тілдің жүйесінде жасалған тіл. Құлаққа жағымды, екі қалмақ сөйлесіп тұрса, құлаққа өте жағымды естіледі. Құлақты теспейді. Құлаққа жағымды естіледі. Сосын терминдерді қарасақ, жылқышылық, малшылыққа байланысты терминнің бәрі ортақ. Қойды қой, жылқын жылқы, жиренді жирен, керді кер, торын торы дейді деген сияқты. Тамақ ас-ауқат бәрі бір, бауырсақ дейді, тегеш дейді, бірдеме дейді. Барлығы біздікі. Туысқандық терминдер, нағашыны оларда нағашы дейді. Жиенді оларда жиен дейді. Тіл айтылуы басқаша кішкене енді. Нағатысы дейді, мысалы. Зиен дейді. Сондықтан да мен осыны совет заманында болды, біздің басты жауымыз қалмақ, басты жауымыз жоңғар, басты жауымыз моңғол. Кім бізді езді таптады, моңғол таптады, кім бізді қырды, жоңғар қырды деген осындай бір идеология біздің миымызға енгізілді да, сондай бір матрицалар. Содан кейін келіп біз кәдімгідей бөтен санап, бұларды алыс санап, бізге жау санап сөйтіп отыратын болдық. Біздің эпосымызда бар, оларды енді ит қалмақ деп анау айтады. Неге? Өйткені біз бағынышты кезімізде болдық. Бағынышты болғаннан кейін біз енді эпосымызда жастарды тәрбиелейміз ғой енді. Бағынышылықтан босату үшін енді қай эпос болмасын, соны тәрбиелейді. Мәселен, қырғыздардың эпостарында қазақ сондай жаңағы ит қалмақтың деңгейінде жүрміз. Біз олар біздің қарамағында болды да, енді кейде бір тіземіз батып кететін уақыттар болады енді. Сондай сол қалмаққа қатысты көзқарасқа жаңағы әсерді болады. Шын мәнінде біздің шежіреде айтады, мына қазақ шежіресі кітабында, ала биенің сүтін бөле алмай дейді. Екеуі бөлініп кетіп еді дейді қазақ. Сүт деген алаш деген ұғымды еске түсіреді ғой, солай емес пе? Сол заманнан жаңағы жерде жер жетпейді, мал көбейіп кетеді, содан кішкене бөлініп кеткен жағдайымыз бар. Әйтпесе бір аса бір үлкен бір шекара тұрған жоқ. Сондықтан да Шыңғысханды ол қазақ ет дегеннен гөрі Шыңғысхан түркі халықтарының, түркі моңғол халықтарының ортақ тұлғасы.
көшпелілердің соңғы империясын құрған ұлы тұлға қалмаққа, моңғолға жақын болса, бізге де жақын деп айтсақ, олар да түсінеді бізді. Бәрекелді. Ендеше Жамбыл аға осындай мәнді сұрағыңызға рахмет айтамыз. Сізге шығармашылық табыстар